Бүгін июльнің 15-інде Украинада Украин халқының асырлар девамындаки мұстақылық күрешінің тимсалі олған девлетчілік күні қайдытылы. 2024 сенесінден башлап, бұл тарих Киев Русінің ислятчысы Владимир князінің хатыра күніне раст келе. Украинаның девлетчілігі Рустен земаневи мұстақыл жұмхуриетке қадар девамлылықтыр. Русия ордусы бір геджеде Украина үстінден 267 ұжым дронны атты. Украина авиациясы олардан 178-нің йоқ етілгені ақында хабер етті. Да 66 дрон радардан ғайып олды ве ерлі жайттен ғайып олған деп сайла. Бұл соңки айларда ең бұйық ұжымлерден бірідір. Украина президенті чоқ ватандашлық ақында Русия агрессиясы жинайтыны араштырмақ үшін махсус трибуналының тешкил етілмесі ақында анлашманы таздықлау ақында, әмді персоналға қаршы мина ақында Оттава конвенциясының тоқтатылмасы ақында қанунларны имзалады. Ватандашлық ақында қанун Русия Федерациясына ве Авропа бірлігі азалығына қаршы санкциялар бойынша позициясына көзігіне алып, Назирлер кабинеті жедвеліндегі мемлекетлерге екі ватандашлыққа рұқсет бережек. Украина парламенті арби вазиет ве умуми сефербірлікні 2025 сенесі ноябрь 5-ке қадар ұзатмақ үшін рей берді. 320 депутат ұйғын қарарға рей берді. Қабыл етілген қарар тежавузжыға қаршы тұрғанда мемлекетінің мұдафасыны пекетмеге йөнелген. Июльнің 15 гечесі Бастилия күнінің шерефіне Эйфель күлесі үстінде мұхтешем салют ве дрон шоусы олып кечті. Көкте дронлардан сербестлік, мұсавелік, қардашлық деген француз шиары көстерілді. Шоуда 1000 дрон иштирак етті. Күннің башында президент Макрон ананеви арби парад кечірді. Трампның Кремльнің шериклеріне 100% тарифлер ақында биянатларынан сон Қытай Русияге ярдым риторикасыны шидетлендірді. Қытай президенті Си Цзиньпин Лавровнен көрішу вақтында мемлекетлер арасында яңы шериклік деврі илян етті. Москва есе өз нәубетінде санкцияларға бақмадан СВО мақсатларына ерішмеге азыр олғанны қайдетті. Москва-Сити бизнес мерkezінде яны дрон ұжымлері телекесі олғанда офислер хадимлеріні ұзақтан ішке авуштыралар. ВТБ бірінші олып кечу вақында илян етті. 2 hafta içinde olabilir ұжым ақында хабер етті. Хатырлатамыз 2023 сенесі Украин дронлары айны ерге бірқач кере ұрдылар. Русияның Воронеж шерінде геже ава мұдафасы 12 дронны ұрып түшірді, ама қалдықлар шерінің үстіне түшті. Мескен әблері зарар көрді, 12 адам яраланды. Шатлар, янгынлар, йықылған балконлар ве күчлі патла бақында хабер етелер. Акимиет ағырлықны эксілтмеге тұрыша, ама ичтимай ағлар паникадан патлады. Украина дронлары Елец шеріндікі энергия заводына ұрдылар. Бұ муэссесе арби техника үшін батареялар чықарайды. Ұжымлер инфраструктураға зарар кетірді, бір ерлі сакин яраланды. Бұ сонки 2 ай ішінде заводға 3-ші ұжымыдыр. Қырымдан келген саяси мобюз Геннадий Лемешко 8 елі хапсхане мұдетіні бітірген сон ғайып oldu. O 2025 senesi fevral ayında azat edilmek gerek edi, ama Rusya Federasyasındaki ecnebiler için muvakat izolatordan avuşturulgan son, onun bütün alakalar gayip oldu. Sonki kere onu Mart 13'te көргенлер, ondan son resmi müesseselerge hiçbir rica cevap verilmegen.
Bu wagtda onun apayı Kırımtatar Maliyevi merkezine haber etdi. Zelenakumsk şehrindeki koloniyada tutulgan Irina Danilovich sistemalyk jazawlar hakynda haber etdi. İnsan hakları faallerinin aytganlaryna görä, koloniyada bütün gün parlak yarıklar kullanıla ve sabah saat 6'dan başlap super kuvvetli ses sistemasyny yakalar.